қандай болатынын біз қалай білеміз? Тыңдайшы балалар. Есікті қағып тұр ма? Балалар, есікті қағып тұр екен. Кім екен бұл келген? Сәлем, қасқыр. Сенің қолындағы не? Балалар, қараңдаршы, бізге қасқыр не әкелді? Бұл не? Қар. Рахмет, қасқыр. Енді біз білетін боламыз қардың не екенін. Балалар, қардың түсі қандай? Қардың түсі белый, снег белый, қар ақ. Қардың түсі ақ екен, иә балалар? Қане балалар, бізге бүгін түлкі қармен эксперимент жасауды тапсырып тұр. Біз қарды әкеліп, топқа кіргізіп көрейікші. Қарда қандай өзгерістер болады екен, иә балалар? Қарды әкеліп қояйық. Ол бізге ери берсін, біз ары қарай өз сабағымызды жалғастырамыз. Қане балалар, қарайшы. Ақ түсті не болады? Кім айтады? Не болады ақ түсті? Ақ қоян, ақ аю, ақ қу, ақ екен не? Мынау не? Қант, тұз. Сосын не ақтағы? Сүт, молоко, дұрыс. Далада қарды ақтағы екен, е? Балалар, қандай? Қане келіп ұстап көрейікші қарды, кел. Қарды ұстап көрейікші қандай? Қар суық, ұстап көреміз, келіңдер балалар, ұстап көреміз қар. Қар қандай? Суық, қар, е? Суық екен қар. Қар салқын, е? Суық екен қар. Қолмен ұстасам, қолың тоңып қалады, балалар, е? Қар суық, қолмен ұстап. Қар суық. Түрлі фигуралар басқа, е? Айтамыз, ақ қала. Тағы не істеуге болады? Қалашық. Балалар, міне суреттерге қараңдаршы. Ақ қалалар салады екен түрлі. Сырғанағыш, түрлі басқа да фигураларды қардан жасайды екен. Қар қалашығын жасайды екен. Бұның бәрін балалар, қараңдаршы, адамдар өз қолдарымен жасайды. Сырғанақ істеуге болады, иә балалар? Дұрыс айтасыздар, міне қардан істеуге болады, ақ қала істеуге болады екен. Қалашық, сырғанақ және де басқа түрлі фигуралар істеуге болады, иә? Қар бізде ақ түсті екен. Балалар, қар еріп кетті. Снег растаял. Превратился во что? В воду. Су, иә? Қар еріп бізде суға айналыпты. Балалар, қараңдаршы. Қарды жылы жерге кіргізсе, ол еріп су болады екен. Егер де біз суды салқын жерге шығарсақ, ол бізде мұзға айналады. Біз ыдыстағы суды далаға шығарсақ, ол қатып қалады. Біз далаға шығардық. Суды далаға шығарғанда ол қатып мұзға айналыпты. Мұз ол салқын. Мұзды ұстауға және жеуге болмайды. Суық тиеді. Біздің экспериментіміз бойынша балалар, біз қарды әкеліп жылы жерге оны ерітіп, суға айналдырып, суды қатырып, мұзға айналдырып, иә балалар? Қане біз далада жылу үшін қалай істейміз? Далада біз жылыну үшін қалай істейміз қолымызды? Қане бәріміз көрсетейікші? Жылытамыз. Қолымызды жылытамыз, денемізді жылытамыз. Аяғымыз жылуымыз, аяғымызды салқындатамыз. Ақ түсті қар болды, иә? Екінші бізде қар еріп, ол неге айналды? Суға айналды, дұрыс айтасыңдар. Біз суды далаға шығардық. Су қатқанда не болды? Мұз болды, дұрыс айтасыңдар, міне. Көрдіңдер? Қарды алып, ішке кіргізіп, оны ерітіп, қайтадан далаға шығарсақ, ол бізде мұз болады екен. Осылай міне біз қардан 3 түрлі эксперимент жасауға болады. Қане балалар, қараңдаршы. Түлкі бізге рахмет
жатыр балалар. Рахмет сендерге балалар. Эксперименттерің бүгінгі маған ұнады. Енді мен сендермен ойын ойнаймын. Ойын қапшықтар деп аталады. Ойнаймыз ба? Ойнаймыз балалар, кәне. Балалар, қазіргі біздің сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін бізге міне түрлі түсті қағаздар, және бізге мұз керек. Біз мұз арқылы түстерді көруге болатынын байқаймыз қазір балалар. Тәжірибе жасап бастайық. Біз мұзды алып, қолымызға түс қағазды алып, мұздан қараймыз. Мұздан қарағанда балалар, мұздан жасыл түсті қағаздың түсін көруге болады. Мұз бізге көріну үшін біз қағазды алдымызға қоямыз. Міне, қағазды алдымызға қоямыз. Бір көзімізді жұмамыз. Қараймыз. Қарағанда балалар, қызыл түс мұздан көрініп тұр бізге. Кәне балалар, келіп кім тәжірибе жасайды? Мұқан келе қойшы маған. Ол үшін де саған қазір қолыма сүрткішті берейін, қолыма ұста. Сүрткішпен мұзды ұстаймыз. Кәне мен саған қызыл түсті көрсетейін. Бір көзіңді жұм. Жұм бір көзіңді. Бір көзіңді жұм. Қызыл түс көрініп тұр ма? Рәйсін отыра ғой. Балалар, тағы кім келіп көргісі келеді? Келе ғой. Желтый цвет видно? Сары түс көрініп тұр ма? Балалар, көрдіңдер ме? Мұзды пайдалану арқылы біз түстерді көреміз. Мұзды біз даладан кіргізгенде мұз қатып қалған еді. Енді жылы жерге кірген мұз еріп жатыр. Бұл мұз еріп су болады. Балалар, жаңағы біздің видеодан көргендей мен сендермен тәжірибе жасағым келіп тұр. Ол тәжірибе судың түсі, судың иісі, судың өзгеруі деп аталады. Қане балалар, кім келеді суды иіскеп көруге? Судың иісі бар ма, жоқ па? Келе ғой. Есена келе ғой. Суды иіскеп көрші. Иісі бар ма? Бар ма судың иісі? Судың иісі жоқ. Дұрыстап иіскеп көр. Судың иісі бар ма? Жоқ, иә, судың иісі. Қане, кел Сержан, келе ғой. Суды иіскеп көрші. Иіскеп көр, судың иісі бар ма? Жоқ, иә, кел Роза. Келесің бе? Кел, иіскеп көр ғой. Запах слышно? Какой запах? У воды запаха не бывает. Еще раз понюхай хорошо. Какой запах? Нету, да, там запаха? Ариян иіскеп көрші, конечно. Иісі бар ма судың? Иісі жоқ, иә, судың? Балалар, судың иісі болмайды. Қараңдаршы, түсі қандай? Су қандай? Мөлдір, айтамыз, су мөлдір. Су мөлдір, иә? Судың иісі болмайды екен, балалар. Судың түсі өзгеру үшін біз алдымыздағы бояуды алып, қыл-қаламмен бояуды судың ішіне салу арқылы судың түсін өзін ала ғой. Енді суға сал. Судың түсі өзгерді ма? Поменялся цвет воды? Да, поменялся, да, цвет. Я бұл сары түсі, дұрыс айтасың. Судың түсі
Suga arаластырайын. Балалар, судың түсі өзгеріп жатыр ма? Иә, судың түсі өзгеріп жатыр. Судың түсі қандай түске өзгерді? Судың түсі қандай болды түсі? Қандай түсі? Я хочу зеленый. Судың түсі Я хочу зеленый. қызыл. Өзгерді ма су? Иә, өзгерді. Дұрыс айтасың, Марал. Қозғаймыз. Балалар, қараңдаршы, Зейнұрдың істеген суының түсі өзгерді ма? Тәжірибесінде қандай түс пайда болды? Қандай түс мынау Зейнұр? Қандай түс екенін айтып жіберейінші ме? Зейнұр ұмытып қалыпты. Жасыл, дұрыс айтасыңдар. Зейнұр айт. Жасыл түс. Балалар, көрінсе жоқ екен. Сумен түрлі тәжірибе жасауға болады екен. Біздің тәжірибемізді ұнады ма, ұнамады ма деп ең соңғы қорытындыны жасау керекпіз. Қорытынды жасағанда енді біз есімізге түсірейік. Қазір жылдың қай мезгілі? Далада не жатыр? Жылдың қай мезгілі қазір? Жыл мезгілі. Қандай мезгіл? Далада не бар? Қар бар. Яғни жылдың қай мезгілі? Айтамыз, дұрыс айтасыңдар. Қыс мезгілі, қане айтайықшы? Қыс мезгілі. Далада қар жатыр. Қардың түсі қандай? Белый, дұрыс айтасың. Ақ. Қардың түсі ақ. Қар ерігенде су болады, иә? Қатқанда қайтадан мұз болады екен. Балалар, бүгінгі тәжірибе сабағымыз сендерге ұнады ма, ұнаған жоқ па? Мынандай смайликтер арқылы білсек болады. Сендерге егер сабақ ұнамаса, міне, күрсініп тұрған, ренжіп тұрған смайликтің түрін істейміз. Егер сендерге сабақ ұнаса, күліп тұрған смайликтің түрін істейміз. Қане балалар, қайсысын аламыз біз? Қайсысын алып? Күліп тұрғанды аламыз ба? Жарайды, дұрыс. Яғни сабақ бүгін сендерге ұнады. Грустный. Тебе занятие не понравилось? Тогда мы грустный будем ставить. Если понравилось, мы будем улыбаться. Какой выбираем? Веселую, смайлик, который улыбается, я күліп тұрған, яғни күліп тұрған смайликті аламыз. Кәне балалар, смайлик қалай күліп тұрған? Тәжірибе сабағымыз сендерге ұнағаны көрініп тұр. Сендерге де рахмет балалар. Тәжірибе сабағымызды жалғастыру үшін қазір біз далаға серуенге барамыз. Келісесіздер ме? Далаға қыдыруға барамыз ба? Серуенге. Иә, қазір серуенге барамыз. Сау бол, қасқыр. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Қандай қызық болды? Қар қайтеді екен? Не істейді екен қар? Дұрыс айтасыңдар балалар, қар ериді екен. Қар ерігеннен кейін ол су болады екен, иә, судан мұз болады екен. Бүгінгі балалар